Так, мынау міне ми сауыты өзі екіге бөлінеді, дұрыс па? Череп, краниум екіге бөлінеді. Мынау өзі жалпы жоқ, өзі бас қаңқасы екіге бөлінеді, ми сауытына бөлінеді. Бүгінгі тақырып ми сауыты болды ғой, и бет сүйектері. Сонда былай қарасақ, міне топография дегеніміз ол былай болады екен. Черепті дұрыстаймыз өзімізге қаратып. Сосын айтып кетеміз. Міне төбеден қарағанда ол норма вертикалис болады екен. Төбеден қарағанда мына жағы норма вертикалис. Мына норма фациалис алдыңғы жағы. Мына жағы норма латералис. Норма латералис, синистра, декстра. Норма оксипиталис. Арт жағынан қарағанда. Шүйде. Қарақұс жағынан, қарақұстың көрінісі, арт жағынан көрініс, төбеден көрініс, алдыңғы жағынан көрініс, бүйір жағынан көрініс. И мынау базилярис, негізі. Сондықтан латинша болады норма вертикалис, антериор, латералис, оксипиталис и базалис. Базилярис. Сосын міне ми сауытын былай шекарасын былай өткіземіз. Былай доға арқылы былай өткіземіз шекарасын. Төмен жаққа бірақ шығамыз да былай. Бет сүйектері, бет мынау ми сауыты. Енді бет сүйекті осы топография деген орналасуда бізге керек, мысалы жаңағы норма латералиста бір қарағандан. Мына жақта болады бізде самай шұңқыры болады. Самай шұңқыры болады. Сосын мынау самай асты шұңқыры болады. И ана ар жағында мына сына сүйектің қанаттары өсіндісімен өзі мына жоғары жақтың төмпегінің арасында болады, саңылау болады. Фиссура птериго максилярис. Сол арқылы біз кіреміз, еңеміз неге? Қанат таңдай шұңқырына, фосса птериго палатина. Сол қанат таңдай шұңқырының 5 байланысы болады. Көш жарасымен бір байланыс болады. Ауыз қуысымен екінші байланыс болады. Үшінші байланыс болады мұрын қуысымен. Мұрын қуысымен, ауыз қуысымен, мұрын, ауыз қуысымен, сосын ми сауытының ортаңғы шұңқырымен, мидың негізімен, ми сауытының негізімен байланыс болады. Так, то есть получается, көш жарасы 1, мұрын қуысы 2, көш жарасы 1, мұрын қуысы 2, ауыз қуысы 3, ми сауытының ортаңғы шұңқыры 4, и мына мидың ми сауытының негізімен ол 5 байланыс болады. Сол 5 байланыстар жазып қойасыңдар ма? Шұңқыр осы жерде орналасқан, шұңқыр өте терең орналасқан. Фиссура орбиталис инфериор арқылы, төменгі саңылау арқылы байланысады көш жарасымен. Содан кейін мына ротундум тесік арқылы, міне, дөңгелек тесік арқылы байланыс бізде мидың ортаңғы шұңқырымен, мидың ортаңғы шұңқыры. Содан кейін қанат сүйекте болады бізде канал болады, каналис палатинус майер минор деген таңдай сүйектің ішінде орналасқан 2 канал болады. Сол каналдар арқылы байланыс бізде немен, ауыз қуысымен жоғарыдан төмен түстік. Сосын осы саңылаудан горизонтальный жазықта былай ішке қарай бізде әдейі бір тесік болады, форамус сфенопалатина. Сол сфенопалатина сына таңдай тесік арқылы біз байланысамыз мұрын қуысымен. Сосын мына процессус птеригоидустар, міне. Процессус птеригоидустардың негізінде бізде бір канал бар. Каналис птеригоидус, канаттар үзесінде канат тәрізді канал. Сол арқылы біз байланысамыз, шұңқыр бері қарай бағыттайды канал, и байланысамыз міне ми сауытының негізімен сыртқы бетіндегі міне жыртық тесік аймағында. Сосын біз жаңағы
мисалдың өзі екіге бөлеміз. Мынау күмбезі, мынау негізі. Оның шекарасы былай өтеді екен мынау. Протуберанец оксипиталис экстерна, линия уха супериор. Сосын мына протуберанец оксипиталис экстерна, линия уха супериор. Линия уха супериор. Сосын былай өтеді. Порус акустикус экстернус. Есть тут түтігінің сыртқы тесігі, сосын аркус зигоматикус, сосын жаңа процессус фронталис зигоматикус, сосын маргус супраорбиталис, глабелла, да? Бірақ шығамыз. Получается, бізде міне осы сызықтан, да, міне, осы сызықтан жоғар, бізде орналасады мисауты. Мынау біз мисауты. Мынау енді толық емес, толығы мына жерге, мына жерден алып тастаймыз. Сосын мына мисаутың ішінде бізде 3 шұңқыр бар екен. Алдыңғы шұңқыр, ортаңғы шұңқыр, артқы шұңқыр. Fossa crânio anterior, fossa crânio media, fossa crânio posterior. 3 шұңқыр бар. Алдыңғы, ортаңғы, артқы шұңқырлар. Мен қазір қолайлы болу үшін мен былай көрсетейін. Міне шұңқыр бар. Алдыңғы шұңқыр бар. Алдыңғы шұңқыр не алып жатыр неге дейін? Кіші қанатқа дейін. Сосын ортаңғы шұңқыр міне. Ортаңғы шұңқыр. Мынау артқы шұңқыр. Қарасаңыздар былай болсын ба? Мынау алдыңғы шұңқыр. Мына жерден аспаймыз, мынадан жоғары түспейміз. Міне алдыңғы шұңқыр. Кіші қанатқа дейін, да? Кіші қанатқа дейін. Сосын полностью өзі сына сүйектің, да? Милы беті. Және тек қоса, мынау самай сүйектің тас бөлігінің алдыңғы бетін қосқан кезде, мына жоғары жиекке дейін. Осы жерге, мына ортаңғы шұңқыр. Көрдіңдер ме? Естіп тұрсыңдар ма? Иә. Ортаңғы шұңқыр. Сосын міне жоғары жиектен, сосын ана самай сүйектің тас бөлігінің артқы бетін аламыз. Сосын мына шүйде сүйектің милы бетін алсақ,